достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Тока Атина және де достар, бүгін мен қалай интро жасауға болатынын көрсетемін. Достар, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, ал олай болса кеттік. Бірінші Pinterestке кіруіміз керек. Енді біз мына жаққа аниме гиф деп жазамыз. Мысалға қазір жазып болғанда мен мысалға жазға баланс етіп істегенім жақсы болар деп ойлаймын. Мысалға әркім өзіне керекті гифті тауып алып, мына 3 точканы басып скачать изображение деген басамыз. Осылай скачать еткен гифтерді капкатпен бір-біріне қосамыз. Вот бұл деп ойлаймын. Енді біз әркім өзіне керекті музыканы скачать музыка без авторских прав деген телеграм-каналдан әркім өзіне ұнаған музыканы скачать етіп, осы интроға қоса аламыз капкат арқылы. Енді мынау менде 17 секунд болып қалды, ал музыка 14 секунд. Мен қазір мына гифтерді қысқартамын. Осылай ортасына переход қойып шығамыз. Мен переходқа миксті қоямын. Бүкілінің ортасына миксті қоямын. Осылай шықты. Енді біз бұларға жазу жазыламыз. Мысалға мына жаққа келгенде, мысалға мен ағылшынша жазамын. Мысалға welcome деп жазамын мен қазір.